Түлкі мен қырғауыл. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де жақындап келіп, сәлеметсіз бе қырғауылым? Халің қалай дейді. Қырғауыл: жақсы, өзің қалай тұрасың дейді. Түлкі: жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді, бір құлағым естімеуші еді дейді. Қырғауыл: жерге түсуге қорқам, жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін дейді. Түлкі: әй достым, қазір заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана келдім, бұйрық шығыпты біреуге біреу зорлық қылмасқа. Қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген дейді. Қырғауыл: жақсы, хабарыңыз бар екен. Рахмет достым. Мына жақта бір иттер келе жатыр, оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін дейді. Ит деген сөзді естіген соң түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: қайда барасың түлкім? Бұйрықты ұмытып кеттің бе дейді. Түлкі: кім біледі, бұйрықты ол естімеген шығар дейді міңгірлеп.